Бүгін өте дәмді болатын күлше нан дайындаймыз. Видеоны ұнаса лайк басып, жаңадан рецепт жиырмасын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Жылы суымызға 1 қасық тұз, 1 қасық дрожж қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алып, ұнымызды алдын ала илегіштен өткізіп, суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Қамырымызға сұйық майымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын болып, жұмсақ қамыр болу керек. Қолдарыңызға шамалы жабысса, оған аздап ұн қосуға болады. Қамырымызды илеп алып, 1-2 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, 5-6 бөлікке бөліп шығамыз. Бөлінген қамырларымызды барлығын видеодағыдай көрсетілгендей қып доңғалатып аламыз. Формамызға пергаментный бумагамызды төсеп, формамызға қамырымызды орналастырып шығамыз. Қамырымызды қойған кезде арасын ашық қып қойып, 10-15 минутқа бетін орамалмен жауып қойып қоямыз. 15 минут тұрған қамырымыздың бетін ашып, ортасынан қолымызбен видеодағыдай көрсетілгендей қылып, барлығын осылай басып шығамыз. Шет жақтарын қалдырып, ортасын басамыз. Видеодағыдай көрсетілгендей қылып, барлығын жасап шығып, бетіне жұмыртқамызды жақсылап жағып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Күлше нанымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, жаңадан рецепт жиырмасын тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Рахмет.